Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа сақтауға арналған қарбыздан жасалған вареньенің рецептісін ұсынатын боламын. Дәміне енді сөз жоқ, керемет болып шығады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мармеладтың светіне ұқсас, өте оңай жасалады және де қарбыздың дәмі вареньеде қалады. Жасап көруге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қарбыз қажет болады. Қарбыздың ішкі қызыл бөлігі мен сыртқы жасыл қабығын алып тастадым. Енді осылай бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Өздеріңізге ыңғайлы формада турасаңыздар болады. Бұл қарбыздар езіліп кетпейді, сондықтан да ауыздарыңызға салуға ыңғайлы етіп осындай формада турап шығамыз. Енді турап болғаннан кейін қазанымызға салып су құямыз. Менде 1 килограмм қарбызға 1 литр су кетті. Сіздер де қарбыздарыңыздың килограммына байланысты су құясыздар. Келесі кезекте ас содасын саламыз. 1 килограммға 1 қасық ас содасын салдым. Енді 10-15 минутқа қайнатып алып суын төгіп тастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай қарбыздың светі осындай болуы керек. Енді суын төгіп тастағаннан кейін қантымызды қосатын боламыз. Менде 1 килограмм қарбызға 800 грамм қант қостым. Бөлме температурасында қант ерігенше тұруы қажет. Неке вареньеміздің суы шығып қантымыз еріді. Енді орташа отта жарты сағаттай қайнатып аламыз. Қайнап жатқанда осындай көбіктерін алып тастаймыз. Сонда біздің вареньеміз мөп-мөлдір керемет түске енеді. Біздің вареньеміздің қатты тәтті болғанын қаламайтын жандарға 1 лимонды ұсақтап турап бір қайнатып жіберсеңіздер, шықылдау болып шығатын өте керемет варенье шығады. Енді осылай қайнап жатқан суымызға банкілерімізді стерильдеп аламыз. Крышкасында 5 минутта қайнатып аламыз. Неке біздің вареньеміз дайын болды. Светі мармеладтың светіне ұқсас, дәмі де ерекше болып шықты. Алда әлі әртүрлі жемістерден варенье жауып көрсететін боламын. Қазақша каналымның дамуына үлес қосып, каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар.